өз еркек басқару керек деп айтамыз, жаңа әйел бағыну керек деп айтамыз. Негізі әйел бағынғысы кеп тұрады негізі. Ол табиғи өзінің болмысы шынымен солай. Егер бірақ еркек, жігіт адам өзінің мойнындағы міндеттерін, функцияларын толығымен атқарса. Егер енді сіз өзіңіздің мойныңыздағы міндеттеріңізді толығымен атқармасаңыз, сіз атқару керек міндеттерді жайлап әйеліңіз ала бастайды. Сосын жаңа қоғамдық тепе-теңдік сіз айтып отырған осыдан бұзылатын шығар деп ойлаймын. Біз бір әйелдерді жазғырғаннан көрі жігіттер өзіміз жақсы жігіт болуға күн сайын ұмтылуымыз керек сияқты көрінеді. Өзіміздің, былайша айтқанда, жақсы жігіт деген не ол? Өзіміздің мойнымызда не функция бар, соны дұрыс атқарайықшы. Таңертең жұмысқа кешікпейік дегеннен бастап, білмеймін, денсаулығымызға қарайық, әйелімізге көңіл бөлейік, білмеймін, баламыздың тәрбиесі, жақсы ақша табайық. Не бар мойнымызда, не міндеттер бар? Соларды атқарып алсақ еді, ол бір әйеліміз бергеш бер сені басқарайын деп отырған жоқ шығар деп ойлаймын. Біздің Қазақстанда мүмкін енді бар болса ішінара кездесетін шығар, бірақ ондайды өз басым көрген жоқпын. Әйелдердің айғайлап алға шығып кетіп жатқан себебі жігіттер міндетімізді дұрыс атқара алмай жатырмыз өкінішке қарай.